Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен чесночный паста, яғни сарымсақтан паста, соус, иммунитет көтеретін, қыстың күні таптырмас дәрумендер қоспасын жасайтын боламыз. Бізге қажет заттар: сарымсақ, сосын укроп, петрушка, лимон қажет болады. Үш жүз алпыс грамм сарымсаққа 100 грамм кептірген укропты турап, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 лимонның жарты лимонның соғын сығып қосамыз. Және 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, блендерден еземіз. Укроп қосқан пастамыз дайын. Енді пастамызды құрғақ таза банкеге саламыз. Укроптың орнына петрушкамен ауыстыруға болады. Көк пиязбен, шавель, руколамен де ауыстырып жасауы беруге болады. Және 1 шай қасық мед та қосуға да болады. Сұйық майдың орнына оливковый май қосуға да болады. Барлығын банкеге салып болғаннан кейін банкінің бетіне 1 шай қасық сұйық май қосып банкымызды жабамыз. Және бұл қоспаны тек тоңазытқышта сақтаймыз. Денсаулыққа өте пайдалы. Негізі сарымсақтың пайдасы өте көп. Противовирусный деп жатамыз, иммунитетті жақсы көтереді, жүйке жүйесін жақсартады, асқазан ішек жолдарын жұмыс жасауына жақсы жұмыс жасайды, және қан айналымын реттейді, ағзаны тазалайды. Құрамында витамин С бар, яғни лимон бар. Өте пайдалы, жасап көріңіздер. Қыста таптырмас, пайдалы дәруменді қоспа деуге болады. Енді екінші сарымсақтан, тек сарымсақтан соус дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 килограмм сарымсақты осылай блендерде өтетіндей жұқалап, дөңгелектеп турап аламыз. Оған 1 лимонның соғын сығып, соғын құямыз. 1 ас қасық толтырмай тұз қосамыз. Және 50 мл сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып блендерден өткіземіз. Блендерден өткізгеннен кейін 10 минутқа қоямыз. 10 минут өткеннен кейін құрғақ таза банкімізге саламыз. Бұл қоспамызды және бірінші укроп қосқан қоспаны да, және бұл тек сарымсақтан жасалған қоспаны да, пастамызды ыстық тамақ, кез келген ыстық тамаққа қоса бересіздер. Және нанға жағып жеуге де болады. Бұл қыстың күні өте пайдалы, таптырмас, иммунитет көтеретін. Сарымсақты білеміз, ағзаны құрттардан тазартатын қасиеті бар. Қан айналымды реттейді. Құрамында витамині көп. Қоспамызды қыс бойы сақтай берулеріңізге болады. Енді 3-ші қоспамызды дайындаймыз. Бұл дәруменді қоспаны тек ішу үшін қолданамыз. Ол үшін бізге 1 бас сарымсақ керек. Оның қабығын ашып, оны блендерден өтетінде жұқалап турап аламыз. Және оған 1 лимонның соғын сығып қосамыз. Лимонды негізі қабығымен де қосуға болады. Сыртын ас содасымен жуып, сүйектерін алып, қабығымен қоссаңыздар да болады. Одан кейін оған 1 ас қасық күркума қосамыз. Және 200 грамм таза мед қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып, блендерден өткіземіз. Қоспамыз дайын. Бұл қоспаны енді
таза құрғақ банкіге құямыз. Бұл қоспаны бірден дайын болмайды. Бұл дайын болу үшін 4 немесе 7 күнге дейін тоңазытқышта тұру керек. Яғни 7 күннен кейін қоспаны ішуге болады. 1 шай қасықтан тамақтан бұрын түскі уақытта ішу қажет. Бұл қоспа иммунитетті көтеретін қоспа. Құрамында витамин С бар. Куркуманың өзінде пайдасы адам ағзасына өте зор. Өте пайдалы дәруменді қоспа. Бұл қоспаны тек ішу үшін қолданамыз. Пасталарды негізі осындай кішкентай банкеге құйған ыңғайлы. Тез желінеді, тез ішіледі. Сондықтан осындай кішкентай банкеге салғандарыңыз дұрыс. Мінекей барлық қоспамыз дайын. Қыстың күні таптырмас дәруменге бай. Сарымсақ қосылған, укроп қосылған, бал қосылған, лимон қосылған, куркума қосылған қоспаларымыз дайын. Сіздер жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.